Қайырлы күн оқушылар, біз бүгін статистика элементтері тарауын бастайтын боламыз. Бұл тараудың бірінші тақырыбы вариациялық қатар деп аталады. Ғылымда, практикада кез келген зерттеу жұмыстары жүргізіліп, қорытындылары шығарылған кезде, ол қорытындылар міндетті түрде қандай да бір нақты деректерге негізделеді. Осы деректерді жинақтап, жүйелеу кезінде статистикалық ұғымдар қолданылады. Біз бүгін осы қолданылатын статистикалық ұғымдардың кейбіріне тоқталатын боламыз. Сол ұғымдардың бірі ол бас жиынтық. Бас жиынтық дегеніміз не? Айталық, мектептегі 10 жасар оқушылардың салмағын зерттейтін болса, онда бас жиынтық осы мектептегі 10 жасар оқушылардың салмағының көрсеткіші болады екен. Айталық, ормандағы ағаштардың жапырақтарының ұзындығын зерттейтін болатын болса, онда бас жиынтық осы ағаш жапырақтарының ұзындығы болады. Сол сияқты күз айындағы ауа температурасын зерттейтін болса, онда бас жиынтық сол күз айындағы ауа температурасының көрсеткіштері болады. Бас жиынтық өте үлкен болады, олармен зерттеу жүргізу қиындық туғызады. Сол кезде бас жиынтықтан қандай да бір таңдаманы кездейсоқ таңдап алып, соған зерттеу жүргізеді. Мысалы, мектептегі 13 жасар оқушылардың саны 250 болсын. Олардың салмақтарын зерттеу үшін айталық, сол 250 оқушыдан 20 оқушыны таңдап алсын. Сонда осы 20 оқушы ол кездейсоқ таңдама болады екен. Енді бізге осы 20 оқушының салмағы берілсін. Яғни ол 45, 50, 50, 52, 45, 53, 60, 57, 62, 57, 46, 49, 51, 48, 47, 46, 41, 45, 40, 39 килограмм. Бұл сонда бас жиынтықтан алынған кездейсоқ таңдама болады. Енді біз осы оқушылардың салмағын өсу немесе кему ретімен реттеп жазатын болсақ, онда алынатын қатар вариациялық қатар деп аталады екен. Сонымен вариациялық қатар жазайық. Міне кему ретімен жазып шықтық. 39 деген салмақ бізде біреу, 40 біреу, 41 салмағы біреу, 45 екі оқушыда бар, екі оқушының салмағы 46, 47 деген салмақ біреу, 48 біреу, 49 біреу, 50 екеу, 51 біреу, 52 біреу, 53 біреу, 57 екеу және 60 біреу, 62 деген салмақ біреу екен. Міне осы реттелініп жазылған қатар бұл вариациялық қатар деп аталады. Енді осы вариациялық қатардың әрбір мүшесін варианта деп атаймыз. Сонымен басты жиынтық, кездейсоқ таңдама, вариациялық қатар, варианта ұғымдарымен таныс болсаңыздар, енді тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Кестеде берілген таңдаманың бас жиынтығын атаңыз деді. Кестедегі мәліметтерге назар аударайық. Бірінші жолдағы 7-ші сынып оқушыларының аттары жазылған екен, екінші жолда олардың аяқ киім өлшемдері жазылған екен. Ендеше мұнда бас жиынтық 7-ші сынып оқушыларының аяқ киім өлшемдері. Бұл таблицадағы мәлімет сол бас жиынтықтан алынып тұрған таңдама. Екінші тапсырма, осы кестені қолданып вариациялық қатар жазыңыздар. Есімізге түсірейік, вариациялық қатар ол беріліп тұрған мәліметтерді өсу немесе кему ретімен орналастыру. Сонымен, оқушылардың аяқ киім өлшемдерін өсу ретімен орналастыратын болсақ, онда ең кіші өлшем 37 болып тұр. Жазамыз 37, одан кейінгі өлшем 38. 38 деген өлшемнің саны біреу, екеу, үшеу, яғни ол 3 рет жазылады. Келесі 39 өлшемі 2 оқушыда бар. Және 40 деген өлшем бар екен. Міне бұл вариациялық қатар. Келесі тапсырма. Алматы қаласында 1 қаңтардан 11 қаңтар арасындағы ауа температурасының қатары берілген. Минус 20 градус Цельсия, минус 21 градус Цельсия, минус 23 градус Цельсия, минус 19 градус Цельсия, минус 25 градус Цельсия, минус 26 градус Цельсия, минус 23 градус Цельсия, минус 27 градус Цельсия, минус 29 градус Цельсия және минус 28 градус Цельсия. Осы қатар вариациялық қатар бола ма? Жауабыңызды түсіндіріңіз дейді. Вариациялық қатардың анықтамасын тағы да бір қайталап жіберейік. Объектілер жиынтығының өсу немесе кему реті бойынша реттеліп жазылуы вариациялық қатар деп аталады. Бізде қазір қаңтар айындағы 10 күндегі ауа температурасы берілген екен. Енді олар ретімен жазылған ба? Қараңыздар. 20 градус, 21, 23, 19, 25, яғни ол өсу немесе кему ретімен жазылып тұрған жоқ. Ендеше бұл қатар вариациялық қатар бола алмайды.
Сонымен оқушылар, біз бүгін вариациялық қатар, бас жиынтық, кездейсоқ таңдама ұғымдарымен таныстық. Енді өздеріңіз үйде мына тапсырманы орындап, бүгінгі сабақты қорытындылаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.